Біріншіден, мына ғалымдардың беделін асыру керек. Ғалымдардың, мұғалімдердің беделі түсті кетті. Ана мектептің мұғалімдері жүр ғой. Ал мына университеттің мұғалімдердің, ғалымдардың беделі. Енді біз юристпіз, заңгерлеріміз. Нақты мысал не дейсіз? Мына двойное руководство деген бар. Мен мысалы өзім біреуді магистрант дейді. Бес доктор алғым келсе, мен екінші жаңағы руководитель шетелден іздеуім керек. Кеше мен Қырғызстанға, сосын Өзбекстанға жігіттерге звондадым, бәрі күледі. Ойбай-ау. Заң ғылымы Қазақстанда Зимам Сартаевтың кезінде занимало второе место в Союзе. Біз оларға үйреттік. Біз үйреттік. Өзбекстанда болған жоқ. Қырғызстанда болған жоқ. Біз барып үйреттік. Бізден келіп, өйткені Алматинский, то есть Московский юридический институт жерде болды ғой. Соғыс кезінде. Содан шықты бәрі. Бірінші профессорлар университеті. Енді қараңыз қазір. 10 жыл болды. Бірде-бір доктор жоқ. Шеке, бірде-бір доктор заң ғылымында жоқ. Дайындаған жоқпыз. Ал енді қараңыз, PhD доктор деп жүрсіздер ғой. Ол заң бойынша кеше қарасақ, ол тіптен ғылыми дәреже емес екен. Біз ғалымды дайындауды қойдық. Өтелбаев бана математикадағы. Соңғы телевизияны айтып жатыр. Совет үкіметінің кезінде 120-дай кандидат дайындадым. 20-30 доктор дайындадым. Содан кейін 30 жыл өтті дейді. Асландар ашып айтты. Бір доктор дайындаған жоқ. Бір доктор. Бізде қазір Қырғызстанда қараңыздар, доктор наук жоқ. PhD доктор деген заң бойынша да, тек кандидат науктардан салыстырады. Жәке білесіз ғой. Доктор наук жоқ. Ол басқа нәрсе доктор. PhD доктор деген ол кандидаттан да төмен білесіздер. Енді қараңыздар, аз кеше мен бір кандидат науым керек, Дәуіт Әлиев Қасиет деген. Біздің кандидат скорға докторсы жоқ, Москваға кетті. 4 жыл уақыт беріп кешеден сен әлі ашқан жоқсыңдар ма? Енді ашқан шығады. PhD құрмаймайсың, PhD одан түрмеңде бесеттім. Енді қара, кеше Қырғызстанда тағы бір мен кетіп баратым. Қырғызстанда ордаймыз. Қырғыздар қара. Осыдан Сартаев, осыдан 5 жыл бұрын марқұм. Енді сол өзі ашты Қырғызстанда советті, Сұлтан Сартаев. Кейін 2015 жылы Қырғызстанға советке бара жатса жолдан тоқтатып, өзі айтып берді. Жолдан тоқтатып айтты, сіз советтің мүшесі емес, алып тастады. Соны осы араға жаңағы қалқан болып келді. Менің өзім асқан советім, ең болмаса мені жібермеді ма деп. Сонда қараңыз, қазір бүкіл біздің профессорлар Қырғызстанды қорғатып отыр. Майдан күнбасшылары сонда жүр. Диденканы білесіз, юристтердің бәрі. Сартаевта өзі сонда жүр. Біздің профессорлар неге? Доктор наук қорғайтын бізде үйім жоқ. Қараңыздар, барлық жерде мен білуімше математикті барлық салада солай. Қазақстан бойынша солай. Балаларға маман жасап жатырмыз. Екінші, мен айтайын деген біз гуманитарларымыз ба? Бұрында айтып жүрміз, бізге гуманитарларға бөлек проректор беріңіз. Бөлек проректор. Енді қараңыз, бұған дейін дұрыс президент айтты, наука это часть экономики деді. Солай кетті, дұрыс болған шығар. Бірақ оказывается, қазір бүкіл Россия, Беларусь, Украинаға жолап жатыр. Біз осылай тәрбиеледік балаларды, балалар енді бағынбайды. Бәрі көтерілісте жүр, бәрі майданда жүр. Неге біз гуманитарлық жағын, тәрбие жағын жіберіп алдық? Балалар тәрбие беру керек бірінші. Мемлекеттің игілігіне жұмыс істейтін, ол үшін осы мәселені білетін адам керек. Енді ана дұрыс ғылым, ол ғылымда шек болмайды. Ол тек естественно наука. Заң ғылымының Англияға керегі жоқ. Біздің тарихтың керегі жоқ олар. Қазақ тілінің әдебиетінің керегі жоқ оларға. Біз шығарған товарды қараңыз, айтайын. Жігіт жақсы айтты ғой. Біз товар шығарамыз, үш товар. Мақала шығарамыз ғой. Мақаланы сатуымыз керек. Біз жаңағы журналға шетелдің өз мақаламызды өзіміз сатамыз. Өзіміз сатып ал деп сұраймыз, ақша төлеп. Сосын олар соны 5 адам, 6 адам жиналып, $1000 беріп, мақала шығарып жүр. Yani özümüzün қазы қарламызды сатудың орнына сатып ал деп соған ақша беріп
бүкіл мына гуманитарлық факультеттер соған жұмыс істеп жүр. Осыны шама келгенше енді тоқтату керек деп ойлаймын. Соңғы мәселе бәрі айтып кеттім енді. Кафедраға курс беру керек. Кафедраға жауапкершілік беру керек. Жауапкершілікті алып тастады кафедраға. Білесіз бе? Қазір енді білесіз, мына ғылымда штучный дайындайды, бір адам дайындаушы штучный. Сондықтан жауапкершілікті кафедра басшысына, сосын профессорлардың өздерінің жаңағы шәкірттеріне деген жауапкершілік көбейту. Сонда ал біз шетелге келген жоқ біздің. Оларға идеямызды береміз. Идеямызды да береміз жоқ, гуманитар жағында. Саталып қалды. Яғни осы сіздің тіптен мынау нарықтық экономиканың заңы да қайтшы. Рахмет, бәрілеріңізді құттықтаймын. Бірігіп жақсы жұмыс істейік. Алла разы болсын.